Қайырлы күн достар, сіздермен Гүлмира. Бүгін бізде тақырып қытайлық WeChat сайты туралы болмақ. Соңына дейін қарауға кеңес беремін. Өте маңызды нәрселерге тоқталып өтемін. WeChat сайты Қытай елінің, яғни қытайлықтардың сөйлесу мақсатында жазу арқылы сөйлесуге арналған біздің дәл WhatsApp секілді құралы болып табылады. Бағдарламасы WeChat сайтынан қытайлық сатушылар өздерінің заттарын қою арқылы суреттерін оны әртүрлі елдерге және өз ішінде сату мүмкіндігіне ие. Ал біз Қытай елінен зат сатып алу үшін ең бірінші осы WeChat сайтында регистрациядан өткен болуымыз керек. Және бұның барлығы да толығымен курс барысында түсіндірілетін болады. Енді достар, сіздер WeChat сайтына регистрация жасалды, сіздерде сәтті. Енді оның ішкі бетімен танысатын болсаңыздар, қараңыздар, мен мұнда аяқ киім, ер адамдар киімдері, туфли, сумка деп өзіме ыңғайлы сақтап қойғам сол күйде. Бұның барлығы негізінен қытайша тұрады, ал сіздер өздеріңізге ыңғайлы күйде сақтауларыңызға болады. Сіздерге қытайлық жақсы люкс сапада бренд заттарды сататын қытайлық сатушылардың QR-лары немесе ID номерлері берілетін болады. Менде 300-ден аса осындай сенімді сатушылардың ID және QR номерлері бар. Осы номерлерді сіздер алып, өздеріңізге сақтағаннан кейін ол сатушы не сатса, сол бойынша сақтап қойсаңыздар болады. Мысалы, мына сатушы бізде аяқ киім сатады екен. Оның сататын аяқ киімдерін осылай күнделікті шығарып отырады, және біз осы тұстардан көрсек болады. Бізде мысалы WhatsApp-қа статус саламыз, сол секілді бұл қытайлық сатушыларда өздері сататын заттарды, қолдарында бар заттарды осы бөлімге күнделікті салып отырады. Күнде сіздер 20-30-дан аса жаңа заттарды көріп отыра аласыздар. Міне, бұл бізде аяқ киім сататын сатушы болды. Мысалы, сумка, әйелдер сумкасын сататын сатушыларды көрсетейін қазір мен сіздерге. Өте сенімді сатушының бірі және барлық заттарды өте жақсы люкс сапада өзінің документімен, коробкасымен жүретін болады. Және жақсы материалдардан жасалған ұялмай сататын сумкалар деп айтсам болады. Бұл сатушы өте белсенді, күніне 30-40 шақты жаңа үлгілерді шығарып отырады. Мен оны осы жерден қарап отырамын. Міне, көрсете берсем достар, өте көп. Ер адамдардың да, әйел адамдардың да, барлық балалар киімдер болсын көрсеңіздер болады. Жалпы WeChat сайтында люкс заттардың бірден бір көшірмесі және брендтік заттарды, яғни өте жақсы компаниялардың заттары және сапалы заттарды сатып аласыздар. Соған сай Қытайдың басқа сайттарына қарағанда баға сәл жоғары болады. Бірақ мысалы бізде күшті деп, мысалы люкс сапада деп сатылып жатқан сумкаларда, әйелдер сумкелерін мысал үшін 25 мың, 27 мың теңге болса, бұл сайттағы бағасы небәрі 4 мың теңге, 4,5 мың теңге көлемде болады. Өздеріңіз үшін немесе сатылым үшін осы жақтан заттарды алсаңыздар болады. Күнделікті тағы да бір ескерту, егер де сіздер ID-ді немесе QR арқылы сатушыларды қосатын болсаңыздар, күніне 2 немесе 3 қана сатушыдан тіркеп отыру керек. Егер сіздер бір күнде 10-нан аса сатушыны тіркемек болсаңыздар, онда бұл қате, яғни блокқа кетулеріңіз мүмкін. Жалпы WeChat сайты өте талғампаз сайттардың бірі. Бұлай деуімнің себебі, егер сіздер бұл сайтқа кірмей кетсеңіздер де ұзақ уақыт немесе бір күнде тым қатты активный болатын болсаңыздар да блокқа кетулеріңіз мүмкін. Сондықтан сайттың барлық ережелерімен танысып, дұрыс білімді болғаннан кейін қолданғандарыңыз дұрыс. Және осы сайтты қолданатын өзге де достарыңызды өздеріңіздің достықтарыңызға қосуларыңызға болады. Контакты деген бөлім арқылы сіздер өздеріңіздің достарыңызды WeChat сайтын ашып жатқан достарыңыздың QR-ын сканерлеу арқылы достыққа қосуларыңызға болады. Бірақ бұндай мүмкіндік сіздерге бірден берілмейді. Егер сіздер WeChat сайтында 1 жылдан аса уақыт белсенді, жақсы отыратын болсаңыздар, мүмкін берілуі мүмкін. Кей адамдарға бұл 4-5 жылдан кейін беріледі, бірақ оның өзінде бір күнде тек бір адамды ғана сканерлеу мүмкіндігі болады.
және осы жақтан адамдармен сөйлесулеріңізге болады. Немесе қытайлық сатушыларды добавить контакты деп, олардың егер QR болса сканерлеу арқылы, ID болса добавить контакты арқылы оны достыққа қосуларыңызға болады. Енді мына моменты деген бөлімге кіріп қарасаңыздар, барлық өздеріңіз тіркелген, сіздерде бар сатушылардың күнделікті шығарып отырған жаңа заттарын осы бөлімнен көрулеріңізге болады. Кейбір сатушылар өз заттарының бағасын бірден жазып кетеді, ал кей сатушылар жазбайды. Осы кезде сіздер ұнаған затқа осыны сақтап алып, бірден сол сатушымен тікелей сөйлесулеріңізге болады. Мысалы, мен мына сатушыға сөйлестім, өзіме ұнаған сумканы жібердім. Ол маған оның 150 юан екенін айтты. 150 юан қанша теңге екенін біліп аласыздар. Одан кейін тағы сұрадым, ол маған 155 юан екенін айтты. Мен оған жақын арада бірнеше сумка сатып алатынымды айттым. Жалпы WeChat сайтының өте бір пайдалы жері, сіздер аудару немесе қытайша жазған сөзді түсінбей жатпайсыздар. Бірден сіздерге орыс тіліне аударылады оның жазғаны. Сөздің үстін басып тұру арқылы қытайлық сөзді орыс тіліне аударып алуларыңызға болады, және сізде орыс тілінде тікелей жаза бересіздер, ал ол сіздің сөзіңізді тікелей қытай тіліне аударып алады. Бұл өте қолайлы, ешқандай аудармашыны қолданудың қажеті жоқ. Және бұл бөлімде жеке бөлім болып табылады. Бұл жерде менің ID номерім, суретім және атым тұр. Служба бөлімінде өзінің керекті жерлері бар. Бұл жақта карта тіркеу, негізі қытайлық карта болуы керек ол, және тағысындағы қиындықтарға тап болсаңыздар, соның жауабын білу үшін служба бөлімінен көмек сұрасаңыздар болады. Басқа сіздерде күнделікті моменты деген бөлімнен өзгелерге көрініп тұру үшін өздеріңіздің статустарыңызды қоюларыңызға болады. Немесе сіздерде WeChat сайтында сатушы ретінде тіркеліп, күнделікті заттарыңызды сатылымға шығарып отырсаңыздар болады. Мына параметрлерден өздеріңізге, яғни настройка бөлімінен қажетінше керекті бөлімдерді алып дұрыстап алсаңыздар болады, достар. Мен қаншама адамдармен сөйлескем, олардың заттары туралы ешқандай қиындықсыз орыс тілінде еркін ойымды жеткізем. Олар маған тез арада жауап береді. Егер де достар сіздерге қытайлық сенімді сатушылардың базасы, яғни поставщиктердің номерлері, ID, QR-лары керек болатын болса, маған жекеге шықсаңыздар болады. Немесе Pinduoduo және WeChat курсын өте қолжетімді және түсінікті түрде үйренгілеріңіз келсе, жекеге курс бойынша шықсаңыздар болады, достар. Егер ұнаған болса, пайдасын тигізген болса, лайк басыңыздар, және келесіде шығатын пайдалы ақпараттарды жіберіп алмау үшін каналға тіркеліп қоңыраушаны басыңыздар. Аман сау болыңыздар.